Саламатсыздар ма, білім алушылар? Сіздің назарыңызға төртінші дәріс тақырыбы топырақтың арамшөптермен ластану потенциалы. Қаралатын сұрақтар: егістердің арамшөптермен ластануын анықтаудың негізгі әдістері, топырақтағы арамшөп тұқымдарының қорларын анықтау әдістемесі. Егістікте арамшөптердің өніп өсіп ауыл шаруашылығына зиян келтіретін өсімдіктер болып аталады. Арамшөп олар тек егіс алқабында ғана емес, сонымен қатар жайылымдықтар мен шабындықтарда, орман алқаптарында да кездеседі. Егер негізгі ауыл шаруашылығы дақылдары егісінде басқа мәдени өсімдік кездессе, оларды арамшөп қоспасы деп атайды. Мысалы, бидай егісінде арпа, сұлы не болмаса басқа мәдени өсімдіктер өссе, олар арамшөптің қоспасы болып есептеледі. Кейбір арамшөптердің мәдени дақылдарға бейімділігі соншалық, олардың даму кезеңдері, тұқымдарының көлемдері бірдей болып келеді. Сондықтан ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдарын осындай арамшөптер тазалау қиынға түседі. Мысалы, сұлы егісіндегі арамшөптердің тазалау қиынға түседі. Қара сұлы өседі, мысалы, сұлы егісінде, тары егісінде итқонақ арамшөпі тұқымдары ластайды. Мұндай арамшөптердің маманданған немесе айырылмас серіктес өсімдіктер деп атайды. Кейінгі кезде кеңшаралар мен ұжым шаралар таратылып, олардың орындарына пайда болған ұсақ шаруашылықтарда агротехникалық шаралардың орындалмауына, ауыспалы егістердің жойылуына, гербицидтердің шамалы қолданылуына, жердің дұрыс және дер кезінде өңделмеуіне байланысты ауыл шаруашылық дақылдарының егістерінде арамшөптер етек алып жайылып кететін қасиеттеріне байланысты. Әсіресе республиканың астықты солтүстік өңірінде қарасұлы және атпа тамырлы арамшөптер егістік сары қалуен, далалық шырмауық және тағы да басқалары қайтадан қаулап өсе бастайды. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығыс аймақтарында жағдай дәл осындай. Мәдени егіншіліктің ең басты көрсеткіші танаптың арамшөптермен тазалығы. Кері жағдайда олар ауыл шаруашылығына орасан зиян келтіреді. Олардың ең бастыларының ішінде мыналар, осындайларға тоқталуға болады. Көптеген арамшөптердің тамыр жүйелері өте күшті дамыған. Кейбір ғалымдардың мәліметі бойынша қарасұлының тамыры 2 метрге дейін дамиды, ал егістік қалуендікі 3,5 метрге дейін, екінші жылы 6 метрге дейін, ал үшінші жылы 7 метр үстінде тереңдікте өседі. Сондықтан олар тіпті топырақтың терең қабатында жатқан ылғалды, қоректік заттарды жақсы пайдаланады. Тамыр жүйелерінің күшті дамуына байланысты арамшөптер мәдени өсімдіктерге қарағанда ылғалды әлдеқайда көп жұмсайды. Бұған арамшөптер мен ауыл шаруашылық дақылдарының транспирациялық коэффициенттерін салыстыру арқылы көз жеткізуге болады. Мысалы, бидай 1 грамм құрғақ зат құру үшін 400 грамм, тары 250 грамм ылғал жұмсаса, ал осы астық тұқымдастарына жататын қара сұлыға 600 грамм ылғалы керек. Яғни ол ылғалды бидайға қарағанда 1,5 есе, ал тарымен салыстырғанда 2 есе көп жұмсайды. Орыс ғалымдардың мәліметтері бойынша жылдық жауын-шашын қорын 20% астамы арамшөптердің өніп өсуіне жұмсалады.
Мұның өзі жауын-шашын мөлшері аз Қазақстан Республикасы үшін өте зиян. Сондықтан арамшөптермен күрес ылғал үшін күрес болып саналады. Арамшөптер өсіп дамуына тек ылғалды емес, сонымен бірге қоректік заттарды ауылшаруашылық дақылдарына қарағанда жылма топырақтан әлдеқайда көп әкетеді. Соның салдарынан топырақтың құнарлылығы төмендейді. Мысалы, егістік қалоян арамшөбі 36 центнер көк балауса түсу үшін әр гектарына 14 килограмм азот, 30 килограмм фосфор және 120 килограмм калийді сіңіріп алады. Осы жұмсалған қоректік заттар әрбір гектар жерден 30,8 центнер күздік бидайды немесе 250 центнер қант қызылшасынан өндірілуге жетер. Арамшөп топырақтың қоректік заттарын ғана емес, сонымен бірге танапқа берілген минералдық тыңайтқыштардың 25-30%-ын пайдаланады. Ауыл шаруашылық дақылдары мен арамшөптердің арасында жарық үшін күрес жүреді. Биік бойлап өсетін арамшөптер мәдени өсімдіктерді көлеңкелеп, фотосинтез процесін баяулатады. Осының салдарынан өсімдіктердің көмір қышқылы газын сіңіруі нашарлайды және оларда органикалық заттардың түзілуі төмендейді, яғни алынатын өнім азаяды. Биік өскен арамшөптер топырақтың беткі қабатын көлеңкелеп, оның температурасын 2-4 градусқа дейін төмендетеді. Сондықтан себілген тұқым көпке дейін өнбей, топырақта жатып шірейді, немесе әртүрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Және кешігіп шыққан егін дәл уақытында пісіп жетілмей, күзгі суыққа әкеліп соқтырады. Бұл әсіресе жазы қысқа, күзі ерте түсетін қазақстандық солтүстік облыстар үшін өте қауіпті жағдай туғызады. Арамшөптер ауыл шаруашылық дақылдарын зиянды организмдерін тарататын мекені болып саналады. Мысалы, қант қызылшасының қауіпті зиянкесі қант қызылша бүсімсығының мекені алабота болса, ал егістік шырмауықта шалғындық көбелек дамып, ол кейіннен мәдени өсімдіктерді бастайды. Кейбір арамшөптердің жемістері, тұқымдары улы заттар бөліп шығарады. Олар адамдар мен малдарға уланатын жағдай жасайды. Ал жекелеген арамшөптердің жағымсыз иісі малдардан алынатын өнімдерді білдіреді. Мысалы, ермен, жуа, сүтке ащы дәм береді. Жусан жапырақтары, ойраншөп тозаңдары адамдарды қыздырмасын қоздырады пішіндерінде. Арамшөптер және олардың тамырлары топырақ өңдегенде ауыл шаруашылық машиналар мен құралдардың кедергісін 30%-ға дейін арттырады. Осының нәтижесінде еңбек өнімділігі төмендейді. Жанар-жағар майдың шығыны көбейеді. Мысалы, арамшөбі басым 1 гектар жерде 29 литр жанармай жұмсалса, олар аз жерде бұл көрсеткіш 17 литрге дейін келтіреді. Паразитті арамшөптер мәдени өсімдіктердің бойындағы шырынын сорып, олардың өніп өсуіне кедергі жасайды. Тіпті опат болуына әкеп соқтыруы мүмкін. Мысалы, күнбағыс сұңғыласы, арам шырмауық, көкөніс дақылдарын, темекіні, картопты осы жағдайға душар етеді. Арамшөптер тамырынан бөлініп шығатын улы заттар мәдени дақылдардың дамуына кедергі жасайды. Мысалы,
ит қонақ арамшөбінің тамырынан бөлініп шығатын улы заттар жүгерінің биіктігіне кемітеді. Ал татар ақсүтігені тамырынан бөлінетін зат жазғы бидай тұқымының өнгіштігін кемітеді. Ал ошаған, қарасұлы сияқты арамшөптер тікенектер, қылқандар мен арқылы малдарға зақым келтіріп, олардан алынатын өнімдерін, әсіресе жүннің сапасын төмендетеді. Арамшөптер басым болған алқаптары бірнеше рет өңдеуге тура келеді. Ол топырақтан үгітілуіне және ылғалдың жоғалуына әкеліп соқтырады. Жел эрозиясы қаупі бар және жауын-шашын мөлшері аз Қазақстан Республика үшін өте зиян болып келеді. Арамшөптер ауыл шаруашылық дақылдарының өнімін күрт төмендетеді. Енді орыс ғалымдарының мәліметтері бойынша арамшөптерден алынатын өнімнің тең жартысын, қалай берсе 30%-ын төмендеуі мүмкін. Солтүстік Қазақстан облысының шаруашылықтарында арамшөптер жаздық бидай өнімін әр гектарға орта есеппен 3,8 центнерге дейін кемітеді. Арамшөптердің ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігін тигізетін зиянын анықтау үшін 3 аймағында арнайы тәжірибе жүргізілген мәліметтер бар. Қара топырақты аймақ солтүстік Қазақстан облысында жаздық бидайда арамшөптердің саны 8-ден 190 аралығында болады екен. Қара қоңыр топырақ аймағында батыс Қазақстан облысында көбінесе тары өсімдігінде 9 саны арамшөпке дейін данасы 1 шаршы метрінде байқалады. Сүр топырақты аймағында оңтүстік Қазақстан облысында мақта егісінде 5-ден 90-ға дейін дана 1 шаршы метр жерде арамшөптер байқалады. Арамшөптер ауыл шаруашылық дақылдарының түсімін 79%-ға дейін, ал мақта түсімін 8,5%-ға дейін төмендетеді. Келтірілген деректер тары, бидай және мақтаға қарағанда арамшөптерден көбірек зиян шегетінін байқауға болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.